Баршаңызға жалында сәлем достар, сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 2017 жылға «Стена» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Так что теперь все по-настоящему. Здесь только ты и я. Ирактағы соғыс аяқталған соң президент Буш жеңістерін жариялап, белгілі бір аумақта құрылыс бастауды бұйырады. Ол үшін үкімет сержант Мэтью мен Исакты жіберген болатын. Екеуі Ирактың шөл даласындағы трубаларды жалғауы керек. Объектте жұмыс істеген барлық американдықтар қайтыс болған, енді олардың міндеті жаңа жұмысшылар келмес бұрын кінәлі адамды табу. Сарбаздар шөптің арасында 20 сағат бойы террористі аңдып отыр, бірақ та қазірше еш нәтиже жоқ. Мэтьюдің ойынша Ирак әскерлері баяғыда қайтып кеткен, өйткені денелерге қарағанда оларды бір топ әскерлер жабылып қырған соң миссияны аяқтап қайта базаға қайтулары мүмкін. Бірақ та Исак жұмысшылардың бәрі бастарына деген оқтан қайтыс болғандарын көреді. Осыған қарағанда оларды әйгілі Ирак снайпері Джуба өлтіру мүмкін. Мэтьюдің ойынша 30 секундта осыншама адамды снайпермен қыру мүмкін емес. Сондықтан төменге барып, бәрін өзі тексермекші. Мэтью досынан арттан қорғауын өтінеді. Бірақ та Исактың прицелі бұлыңғырлау екен. Сонда да ол досын қорғауға дайын жатыр. Осылай объектке жеткен Мэтью бірнеше денелерден айғақ іздеген соң Исактың айтқанына келіседі. Шынымен де оларды снайпер өлтірген болатын. Жігіт денелерге тиген оқтың бағытын зерттеп жүргенде Исак оған қайтуды бұйырады. Сол кезде оқтың дауысы шығып, Мэтью ауыр жарақат алған еді. Досына көмекке ұмтылған Исак оқ тимес үшін зигзаг бағытта жүгіруде. Енді Мэтьюға жеткенде ғана снайпер оның аяғынан жаралайды. Амал жоқтан жігіт досын тастап, кірпіштердің артына жасырынбақшы. Ауыр жарақат алған Мэтью тез арада досына базамен байланысқа шығуын өтінеді. Исак аяғындағы жара өте ауыр екенін түсініп, бірінші қанды тоқтатуды шешті. Осыдан кейін сөмкесін алып базамен байланысқа шығайын десе, рацияны снайпер істен шығарған екен. Мэтью оған снайпердің қайда екенін табуды тапсырады, ал өзі көздеп оны атып түсірмекші. Бірақ та Исактың айтуынша снайпер қозғалысты байқаса тағы да атып түсіруі мүмкін. Жігіт кірпішті алып орнына оптикалық прицел қойды. Досы секілді өлмес үшін Исак пышақпен аяғындағы оқты шығарудан бастады. Процесс қанша ауыр болса да оқты шығарып жараны байлау керек. Осылай процесстен кейін жігіт есінен танған еді. Біраз уақыттан соң Исак есін жиса, рациядан біреу сөйлеп жатыр. Сөйтсе бұл базадағы офицер болып шықты. Жігіт тез арада жағдайды түсіндіріп, базадан қосымша көмек сұрауда. Бірақ та офицер көп сұрақтар қоя бастағанда жігіт одан күдіктене бастады. Оның айтуынша база жігіттің қайда екенін табу үшін ол аспанға атуы керек. Ал Исак бұның протоколға қайшы екенін айтуда. Онымен қоса офицердің ағылшын тіліне акценті бар. Сөйтсе, бұл снайпер Джуба болып шықты. Ол Исак пен Мэтьюдің радио толқындарын взламать ету арқылы байланысқа шығып отыр. Және де осыған дейін снайпер олардың барлық әңгімелерін естіген болатын. Джуба жігітке тағы да сұрақтар қоюда. Егер де жауап бермесе, онда тағы да Мэтьюға атамын деп қорқытады. Ал Мэтью әлі тірі болуы мүмкін. Амалсыз жігіт Джубаның назарын аудару үшін біраз сөйлесуді шешті. Осы уақытта Исак снайперді табу үшін жерге аумақтың траекториясын сызып есептеуде. Джубаның айтуынша ол қарапайым Ирактың тұрғыны және де бар қалайтыны елді азат ету. Сондықтан жігіттен отбасы жайлы айтуын өтінгенде Исак бас тартқан болатын. Сарбаз оған біраз ақыл беруді шешті. Снайпер өлтірген адамдар негізінде Ирак үшін жаңа трубалар, мектептер салуға келген. Былайша айтқанда Ирактың экономикасын күшейтуге. Джуба болса керісінше осы жақта жиналған ақшалар Америкаға кететінін айтады. Көп ұзамай снайпер жігітке қайта сұрақтар қоймақшы, ал Исак жеке өмірлік сұрақтарға жауап беретін емес. Ал Джубаның Мэтьюді өлтірем деген сөзіне жігіт барған сайын сенуден қалды. Бір кезде жігіт қаза тапқан біреуден рацияны байқап, оны алудың жолын іздейді, бірақ та снайпер атып түсіреме деп қорқып отыр. Енді Исак кішкене су ішейін десе, бөтелке тесік болып шықты. Сонда Джуба әдейі оқпен бөтелкені тескенін айтады. Онымен қоса ол рациямен Исактың аяғына да бекер атпаған болатын. Аяғынан оқты алып шыққан сарбаз оны біраз зерттеуде. Жігіт осылай қарудың моделін анықтамақшы. Исак оны террорист деп атағанда Джуба біраз күліп, олардың бейбіт елге бірінші болып басып кіргендерін есіне салады. Ақыры тағы да прицелмен Джубаны іздеген жігіт оның қоқыс арасында жасырынып отырғанын түсінді. Ал снайпердің осыншама ыстықта, осыншама уақыт отырғаны оның нағыз профессионал екенін білдіреді.
Бір кезде Исаак снайпердің дауысын естіп, оны отставкаға кеткен американдық офицерге теңейді. Бірақ та Джубаның айтуынша бұл қате тұжырым, өйткені ол қарапайым Ирак тұрғыны, және де кім бірінші шабуылдаса, соны өлтірумен айналысады. Исаак ағашқа шлем кигізіп, снайперді алдап көрмекші. Өкінішке орай шлем байқаусызда арғы бетке құлаған болатын. Енді жігітте тіпті басын қорғауға да мүмкіндік жоқ. Осылай Исаак шаршағаннан жылай бастады. Арада бірнеше сағат өткен соң жігіт ақыры қайтыс болған әскердің сөмкесін ұрлауды шешті. Джуба оны атқыласа да жігіт барынша аман шықты. Қуанышқа орай сөмкеде су мен бірнеше кәмпит бар, ал рация болса істемей тұр. Күтпеген жерден рациядан бір дауыс шыққанда Исаак онымен байланысқа шыға бастайды. Сөйтсе ол Мэтью екен. Жігіт тез арада оған снайпердің бағытын айтқанда 20 сағат бойы тірі жатқан досы металл мен қоқыс алаңын көреді. Мэтью ақырын қозғалып, винтовкасын қолына алмақшы, ал Исаак снайпердің назарын барынша әңгімеге тартуда. Шын мәнінде Джуба мектепте мұғалім болған, бірақ та американдықтар мектеппен қоса оқушыларды жарып жібергенде, ол кек қайтару үшін қолына қаруды алыпты. Снайпер Исаактан не үшін оның дұрыс көрінбейтін прицелді ұстайтынын сұрауда. Ал жігіт бұл сұраққа үндемей отыр. Тек снайпер Мэтьюді өлтірем дегенде, Исаак бұның қайтыс болған досына тиесілі екенін мойындайды. Өйткені досы кезінде Исаактың кесірінен қаза тапқан екен. Осы кезде Мэтью қолына қаруды алып бар оқтарымен атқылауды шешті. Снайпер оны байқамас үшін Исаак та онымен қосылып оқ жаудыруда. Енді жігіт қаруды оқтамақшы болғанда Джуба оның иығына тигізеді. Мэтью досына қарай еңбектеп келеді, ал снайпер болса оның басынан атып түсірді. Досынан айырылған жігіт үйіне қайтқысы келіп отыр. Бір кезде Джуба соғыс аяқталса да не үшін оның Иракта жүргенін сұрайды. Сонда біраз кідірген жігіт шын мәнінде бұл жерге досы үшін келгенін айтады. Исаак шайқас кезінде байқаусызда бұрынғы досын өлтіріп қойған, ал командаға террористер өлтірді деп хабарлаған екен. База рациямен байланысқа шықса да, бұзылған микрофонның кесірінен Исаактың жауап қайтаруға мүмкіндігі жоқ. Күтпеген жерден Джуба оларға өзін американдық әскер ретінде таныстырып, осы жерге көмек шақырған еді. Сонда Исаак оның әдейі базамен байланысқа шығып, әскерлерді шақырған соң, кейін оларды біртіндеп жоятынын түсінді. Біраз уақыттан кейін есін жиған жігіт ақыры шабуылдамақшы. Досының винтовкасын жіппен тартып алған Исаак енді атпақшы болғанда, объектке Джуба көмекке шақырған тікұшақ келді. Исаак оларды снайперден қорғау үшін кірпішті құлатып шаңдатқан болатын. Ал өзі болса винтовкамен тисе де тимесе де қоқыстарды атқылауда. Енді Джуба тіріме тексеру үшін кішкене тұруды шешті. Ақыры ешкім атпаған соң, Джубаны өлді деп ойлап, Исаак тікұшаққа отырады. Күтпеген жерден әуедегі медиктар мен пилотты өлтірген Джуба ақыры тікұшақты да құлатты. Ал іштегі Исаак жарылыстан қаза тапқан болатын. Осылай Джуба атты снайпер тағы да американдық базамен байланысқа шығып, кезекті әскерлерді өлтіру үшін оларды осы объектке көмекке шақыруда. Осымен біздің Стена атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.